Қайырлы таң, Раяпа деп атсыңдар. Күштісіз ғой дейді. Күштісіз болса, сол сендердің күшті бауырларымды кешіре алмай жүрмін. Реніш көп дейді. Ай, жаным-ай. Анамның сіңлісі де реніштімін, сіңлісіне де реніштімін дейді. Қанша кешірсем де қылықтары ұнамай, араласқым келмейді. Көкірек, қызым Шынаржан. Көкірегіңді кетір, иначе сен бауырларың да жаман, нағаш апаң да жаман, бәрі жаман, значит, ты сама жаман. Во всем виновата сама, қызым. Прими, как есть, кто ты такая, чтобы оларды жақтырмайтындай, оларды ананың сөзі, тіпті бауырларыңды да, ананы да, мынаны да жақтырмайтындар. Анаңның сіңлері деген ол сенің нағыз достарың. Ол апасының баласы болғасын сені жақсы көреді, Шынаржан. Бауырларың ертең өліп қалса жылайым ғой, ана өліп қалса жылайым ғой деп ойла. Ертең төмпешік болып жатса, сол араласпай жүрген, кешіре алмай жүрген бауырларың төмпешік болып жатса, от сонда қатты каяться етесің, қызым. Так что қазір же бар да, кешірім сұра, жаным. Қазір менен кейін бар да, кешірім сұра, барып бір подаркыңды апара ғой, жаным деп. Тап кешірім барып, енді бірінші кезде кешірім сұрай алмасаң да, барып, жаным, я тебя люблю деп, барып, қолыңа бір подаркыңды апарып, жаным, кешірім сұрап, тіпті бір ход жасағаныңның өзі, просто барғаныңның өзі, или просто звондағаныңның өзі кешірім сұрағанмен бірдей, қызым. Ондай не болма, өзіңнің бақыт, байлық, денсаулық, махаббат, қуаныш каналыңның бәрін жауып атсын, жарығым. Так что бауырларыңмен айтып атсын, жаңа анамның сіңлісімен де реніштімін, анаумен де реніштімін. Кімсің сен? Ренішті болып, ешкімді жақтырмайтындай сен кімсің? Өзіңді солай ұста, қызым. Мен кіммін? Соншама бәрі маған жақпайды. Значит, өзіңді барлық қателік өзіңнен, қызым. Барлық қателік өзіңнен. Сондықтан ана оңбаған, мына оңбаған, мен оңған деп тұрғаның сенің көкірегің. Осылай көкірегіңді қазірден бастап жоймасаң, өміріңе жамандықтан басқа ештеңе келмейді, қызым. Өйткені сол сенің ананы мынаны кешірмей өзіңше болып жүргенің. Гибкий болып жүруіміз керек өмірде, сіздікі дұрыс, хорошо, просто бауырларың бол, анаңның сіңлісі бол, просто келіп саған тиіспеген болар. Мүмкін сенің сенің жақпайтын нәрсеңді айтқан болар бетіңе, сосын олар жақпай отырған болар, қызым. Они как ангелы, саған сенің бойыңдағы жаман қасиетіңді кетіргісі келіп, жанашырлықтан, бәрі жанашырлықтан, қыздар. Барлық нәрсе жанашырлықтан болып атады. Ол нағыз сенің досың, бауырың бол, жаңағы анаңның сіңлісі бол, нағыз достарың сенің, нағыз ақ періштең. Сол Алла Тағала через них передает, сенің минустарыңды через них передает. Аллах келіп саған жүгіріп келіп сілкілеп айтпайды ғой. Енді жаңағы анаңның сіңлісі болып, бауырың болып саған керекті нәрселерді Алла Тағала через них айтқызып тұр, қыздар. Солай түсініңдер. Мысалы, қыздар, былай ғой, өмірде біз не үшін келдік? Біз спокойствие болу үшін, Алланың барлық қандай жағдай салса да Алла Тағала, соның бәріне біз көнуіміз керек. Көнбей біз кімбіз? Көнуіміз керек. Алла Тағала бізге керек жарағымызды беріп тұрады. Сен сабырсыз болсаң, саған сабырсыз адамдарды әдейі беріп тұрады. Чтоб сен сабырлыққа түсу үшін. Мысалы, біреу айтады, енем оңбаған, айқайлайды да жүреді, такая-сакая де. Значит, сен сол үйге неге түстің? Случайно түскен жоқсың. Сен сол үйге өзіңде сондайсың. Сондықтан енеңнің топырағынан жаратылып түстің сен сол үйге. Енді сен ойлануың керек, ақылды болуың керек. Маған ішіңнен ойлау керек. Маған Алла Тағала бұл үйге мені неге түсірді? Алла Тағала бұны маған не айтқысы келіп тұр? Бауырым арқылы маған не айтқысы келіп тұр? Анамның сіңлісі арқылы оны айтты. Ол неге? Значит, менің бойымда бір сондай өзіме көрінбейтін сондай қасиет болып тұр ғой. Соны кетіруім керек. Значит, спокойствиеге түсуім керек деп, қыздар, Алла Тағала бізге керек жарағымызды өзі беріп тұрады, қыздар. Например, мен сендерге просто мынандай қазақпайский тілмен түсіндірейін. Например, біз сәби кезімізде айтқан жоқпыз ғой. Алла Тағала маған көз берші. Мен мына природны, табиғатты көрейін деп едім, мына ата-анамды танайын деп едім, или там жақсылықтарды, өмірдің мына өзіңнің беріп атқан жақсылықтарыңды көрейін деп едім. Алла Тағала маған көз берші деп айтқан жоқсың ғой. Алланың өзі берді ғой сендерге, бізге көзді.
Қала берді, Алла тағала мені мысалы нанымды турап жейін деп едім, или там бүкіл шаруам жасайын деп едім, маған қол берші деп сен сұраған жоқсың ғой. Алла керек жарағымызды өзі беріп тұр ғой. Не аяғымызды беріп тұр ғой. Армандаған жерлеріне барсыншы, көрсінші деп. Я болмаса құлақты беріп тұр ғой. Осы мысалы мына табиғаттың сыбдырын, сылдырларын, мына құстардың дауыстарын естісін деп, сәбидің іңгәлағанын естісін деп. Ал ана қылып бізге сәби берді, күш қуатымызға қарап, оны да біз солай 9 ай көтеріп, арғарай өмірге әкеле алатын күш қуатқа дейін береді. Нағыз босанарда да күш қуат береді Алла тағала. Қыздар, түсініңдер ме міне? Алла тағаладан біз сұраған жоқпыз ғой. Көз берші маған деп құттай сәби кезімізде. Бізге Алла тағала бәрін беріп тұр ғой. Көзімізді де беріп тұр. Бізге керек жарағымызды беріп тұрады, қыздар. Дәл солай қазірде де бізге керек жарағымызды беріп тұр. Значит, саған керегі, мен қыздар, бір нәрсе айтқанда обширно айтқан жақсы көрем. Ал біреулерді зу-зу еткізіп бүйтіп тек әр сұрақтарына жауап беріп атады, да? Мен одан гөрі лучше бір нәрсеге жауап берейін, качественно жауап берейін. Сосын мен ренжімеңдер, қыздар. Мен жазып едім, Рая апа маған жауап берген жоқсыз ғой деп, маған ренжіме. Ал жастар бүйтіп зулдап, я, бар, жоқ, я, жоқ, олай емес, бар, жақ деп бүйтіп жауап беріп атады, да, бүйтіп резко, да? Мен олай емес, мен бір нәрсе айтсам да құнды жеткізген жақсы көрем. Кәдімгі енді корень түсіндіргім келеді, қыздар. Ең түп тамыры қайда жатыр. Сондықтан қыздар, мынаған ренжімеңдер. Бір подругың келіп саған бірден айтты ма? Или жұмысыңда біреу бірден айтты ма? Ренжіме. Ол просто одан да бдительный болыңдар. Бұнымен Алла тағала маған не түсіндіргісі келіп тұр? Жаңа ғой, мысалы, подругым келіп маған осылай айтып кетті. Онымен Алла тағала маған оны неге айтқызды ол подругыме? Ол да как ангел саған. Біздің айналамызды қоршаған адамдардың бәрі бізге дос адамдар, қыздар. Қас ешкім келмейді, бізге қасты жіберген жоқ Алла тағала. Алла тағала көрші қылып жібереді біреуін. Біреуін қайнапа қылып, біреуін қайнысіңлі қылып, біреуін ене қылып, біреуін бірдеңе қылып жібереді. Бізге өзімізге керек жарағымызды жібереді, қыздар. Соны түсінейік, керек жарағымызды түсінейік. Сондықтан осы бастан өздеріңді резко жинақтап алмасаңдар, анаған ренжіп, мынаған ренжіп, анаумен қатынаспай, мынаумен қатынаспай жүргенде сендерге одан ешқандай пайда жоқ. Одан да Алла тағала маған бұны не үшін беріп тұр екен деп. Бізді сабырлыққа түсу үшін беріп тұр. Біздің көкірегімізді кетіру үшін беріп тұр, қыздар. Егер де осы бастан соларды осознанно өздеріңе соны жинамасаңдар, онда өмірлеріңді құрттыңдар, қыздар. Онда күйеуден де айырыласыңдар. Анау деп, мынау деп сылтауратып, иттім, биттім деп көкіректеріңді керіп, нелеріңді күйеулеріңнен де айырыласыңдар, балдарыңды да жетім тастанды қыласыңдар, балдарыңның да бір қанатын қиып инвалид қыласыңдар, әкесіз қылып қала берді, ағайын тумамен де шығысып жүресіңдер. Өзіңе тек неңді көкірегіңді питать етсең, өзіңе тек жамандықтан жамандықты шақыра бересің, болды. Сен түзелмейсің. Одан екінші күйеуге шық, екінші күйеуден де тағы бірдеңе табасын, үшінші күйеуден шық, үшінші күйеуге де бірдеңе табасын, ақыры претензия табасын, өзіңнен екенін білмейсің. Сөйтіп тек көкірегіңді питать етіп, меңгерімге салынып, қыздар арғарай жүре бермеңдер. Алла тағала бізге керек жарағымызды беріп тұр. Бәрін өзі беріп тұрады. Жаңа айтқандай ғой енді. Көзді сен сұраған жоқсың, Алла тағаланың өзі білет бізге. Көру керек екен, білет, ананы мынаны айыру керек екен, білет, ақ пен қараны айыру керек екен, білет. Сондықтан бізге ақыл берді, сана берді. Бізде жан-жануарлардан айырмашылығымыз ақыл берді, сана берді, қыздар. Сондықтан ақылмен, санамен өмір сүрейік. Ол ананы жеңем деп, мынаны жеңем деп өмір сүрмейік. Ал жақсы, ол жеңіле салар, құрсыншы енді. Ақылды адам болса, мысалы, сен жаңа айтып отқан анамның сіңісі деп отырсың ғой. Сол анаңның сіңісі ақылды болатын болса, қоя қояды. Ойбай, құрсын, мен мына Шынарға жоламайыншы, Құдай сақтасын, екінші Құдай осы қызға жоламайыншы деп, ол ақылды болса қоя қояды. Ол өзінше саған как ангел келіп тұр. Оған Алла тағала да сол күні түртіп, өзі сосын артынан өзі, неге сол күні мені шайтан түртті ме, неге мен соны айттым, неге сондай үлкен басыммен сондай сөз естідім деп сенен сөз естіп қалса, ол кісі өзі каец етеді. Ақылды адам болса, ол кісі каец етеді, екінші саған жоламайтын болады. Бірақ қызым, соны естеріңе алып отырыңдар. Мен мысалы бір нәрсені айтқанда бәріне сабақ болсын деп айтам. Сондықтан осы мен естіп отқан адамдарда сол өзіне сабақ ала береді. Бауырларыңмен
бауырларыңмен өмірде қыздар нетпеңдер, ертең кайт етесіңдер, өмірде ажыраспаңдар, бауырларыңмен орталарыңды тату ұстаңдар, өйткені ертең өліп қалса өкінесіңдер, өмір бақи өкінішті болып жүресіңдер. Өліп қалса төмпешік болып жатқанда, ай жаман көкірегімді питать етіп, неге мен сонда айта салмадым, өліп қалатын білген жоқпын ғой, ай жаным ай деп еңіреп, өмір бақи өздеріңе сосын не жасайсыңдар, өкініш жасайсыңдар өмірлеріңе. Сондықтан қыздар, өзімді жеңіп бақсам да болмай жатыр дейсің да, ол еще өзіңді жең бар, кешірім сұра, сосын көп кітап оқы қызым, көп кітап оқысаң өзіңнің қателігіңді түсінесің. Кітапты көп оқыңдар қыздар, кітап өсірет. Алла тағала бізді ақылды, саналы қылып жаратты. Ол ақыл сана қалай өсет? Атана бар білгенін берді, жаман болма. Атананың өзі дым білмесе, ол сияған қалай ақыл сана болады? Ақыл сана өзі жаймендеп өзің өсуің керек. Атана бар білгенін айтады, ары қарай өзің оқып жетілсіп, өмір талабымен. Мына мысалы әргетпек, мен қазір мына инстаграмын айтып отырмын ғой. Мысалы мен инстаграм деген менің ата-анамның кезінде болған жоқ, например, да. Енді мен қазір өзімше тырпақтап, анадан сұрап, мынадан сұрап, тырпақтап өсіп жатырмын ғой енді менде, сендермен бірге жағаласып. Дәл сол сияқты сендер де тырпақтап, кітап оқып өсіңдер жаным. Дұрыс, Раяпа, иногда хочется быть сама по себе, дейді. Окружающие говорят, что я стала закрытой, но реально не хочется сильно о себе рассказывать. Это нормально. Да, Әлия жаным, дұрыс. Енді жаңағы әркім өзі біледі ғой, қалай десін, олай десін, адам өсерде, негізі адам өсерде аяқтан тартатындар болады бүйтіп. Сен енді дымдан етпе, жоқ, все нормально, бәрі де жақсы, өмірім жақсы деп те жақсылық айта бер. Енді мен де кішкене өскім келеді, көргім келеді, жүргім келеді. Осындайларды даже сен можешь айтуға, қызым. Даже олар да пускай тартылсын саған. Бір кітаптар оқып жатырмын, сонда молчаниемен жүріңдер деп жатыр. Я хочу духовно развиваться деп айтуым керек. Пускай олар да, дәл сен сонда қандай кітап оқып жатсың деп сұрайды ғой. Сол уақыттарда сен де айт, осындай кітаптар оқы, оказывается. Сонда өзіңнің ортаңды өсір, білгеніңмен бөліс. Оказывается, вообще надо развиваться нам. Надо не өзіміз шыңдауымыз керек екен, өзіміз қолдауымыз керек екен. Сонда ғана жаңағы барлық арман мақсатымызға жетеміз екен, ауырмаймыз екен. Несчастье болмайды, жаңағы не болмайды, проблема болмайды екен сонда. Біздерде сондай күш бар, қыздар. Барлық нәрсені беріп атқанда Алла тағала біздің немізге благымызға беріп атады екен, біздің керек жарағымызды беріп тұрады. Сондықтан әр нәрсені бдительный болуымыз керек. Бұнымен не айтқысы келді? Мысалы, телевизор қосып қалғанда саған мысалы бір нәрселер келіп атады. Сонда ойлайсың, бұл телевизорден маған неге көзіме Алла тағала осыны көрсетіп тұр? Неге Алла тағала осылай айтып тұр? Неге ондай информация неге мағыма естіртіп тұр? Неге маған Алла тағала осындай нетіп тұр? Үндемей өздерің жайлап развиваться етіңдер. Сонда бар ғой, инсайт деген шығады жоғарыдан, саған ойыңа ой, бізде өзімізде так Алла тағала бізге былай по полочкам беріп жіберді. Немізде бар, бақытымызда бар, байлығымызда бар, бойымызда, ана чакраларымызға бәріне толтырып жіберді. Мына байлық әйел адамның мына неден 2 сантиметр төмен, мына кіндіктен 2 сантиметр төменгі жерде тұрады. Мысалы, байлық біздің байлық каналымыз. Сондықтан біздер көбіне йогамен, көбіне спортпен заниматься етіп, постоянно движениеде жүруіміз керек, қыздар. Енді оның бәрін айта берсең, ол басқа бір тема, сложный, үлкен тема ол. Сондықтан біздер постоянно движениеде жүруіміз керек. Ол адам тірі болғасын жерде біз движение, біздің клеткаларымыз қазір бізге көрінбейді, бірақ бәрі тек движениеде тұрады. Даже мына жүрегімізде 24 сағат бойы бізде постоянно движениеде тұрмыз негізі. Енді сол бізге ішкі құрылыстарымызға бәріне біздер дейтін нетіп, өзіміз тағы да движение беріп, одан сайын біздер жаңағы не беру, массажер болуымыз керек біздер ішкі внутренний органдарымызға. Сондықтан біздер өле өлгенше дегенде неше жасқа дейін Аллам білет неше жас екен. Өле өлгенше
біздер движениеда жүруіміз керек, Алланы ренжітпеуіміз керек. Алла тағала бізге күш қуат берді ғой. Енді Алла тағала бізге ақыл сана берді ғой. Енді ары қарай не істеу керек енді Алла тағала бізге? Енді бәрін беріп тұр ғой. Ақыл десе ақылымыз, сана десе санамызды өсірейік, өзіміз өсірейік, развиваться надо. Бізде бәрі заложено, қыздар, ақылда бәрі заложено. Енді тек соны надо жаңа потенциалымызды шығару керек. Жаңа через движение, через не кітап, через жаңағы ауа, через жаңағы су арқылы әйтеуір не керек, біз керемет дүниелер бар ішімізде, соны шығаруымыз керек, қыздар. Әр адамның творческий способностьтар жатыр бізде, қыздар. Сол әр адам уникальный. Ешкімді біздер неме унижать никого. Сосын мысалы әр адам бүйтіп ойлауымыз керек. Біздің ішімізде күш қуат жатыр. Ішімізде жаңағы ой өрісімізді біз жақсылық ойлайық, тек қана жақсылық. Өмірім керемет болады деп ойла. Болды. Ойбай, мен ана жұрттың күйеуі неге салынып кетіпті. Бір қатындарға кетіп қалыпты. Менің де күйеуім басқаға кетіп қалмай ма? Жоқ, кетпейді. Когда сен өзің тап-таза болсаң, өзіңді өзің таза ұстап жүрсең, аурыңды таза ұстап жүрсең, саған жамандық келмейді. Ойыңды таза ұстап жүрсең, саған жамандық келмейді. Біреу келсе, значит, ол өзі кармасын ластаған, былыққан әйелдерге келеді сондай. Мысал үшін, сен өзіңнен көруің керек бәр. Менің өмірім былғап атқан жоқ па? Өзіңді таза ұста. Өзіңнің мына ой өрісіңді таза ұста. Сол уақытта ешқандай балаңда өлмейді, автобарияда болмайсың, ештеңе де болмайсың. Мысалы, кеше менің балам Самараға кетті, например, да? А мен бір Аллаға аманаттадым, болды. Сосын жаман ой ойлаған жоқпын. Жолдасымда ойбай, сақ болды, ұйықтап кетіп, бүйтіп қалма, ойбайлап жатыр. Тихо, ойбайлама. Алла тағала өзі аппарат өзі алып келеді. Ойбайлама. Бір күннің ішінде барды да келді, ұйықтамастан келді. Кешеде театрым, ұйықтамаған жоғым, бірақ кешке қарай түнімен жүреміз деді. Қасына бір водительді жібердік қой енді. Сосын бір Аллаға аманаттадым, рахаттанып ұйықтап, таңертең бір тұрсам, қолында гүлі бар, конфеті бар, келіп тұр мысалы да. Иншалла, Аллама рахмет айтып жатырмын. Сондайда Аллаға аманаттап жіберіңдер, сосын іштен ойбайламаңдар. Ал тіпті Құдай оның жолы әрмен. Құдай сақтасын, енді просто қорқытып айтам да бәріңді. Мысал үшін, ал тіпті өлген жағдайда сен кімсің? Балаң өлмейтіндей, сен бір бала өліп атқан анадан артықсың ба? Я болмаса біреулер, ойбай, мен қызым айырылып кетпей ме? Ал тіпті айырылып кеткен адамнан қай жерің артық? Айырылып кеткен адамдардың ата-анасы не? Сенен кем бе? Сондықтан тек ойларыңды таза ұстаңдар, қыздар. Ойларыңды таза ұстаңдар. Соның бәрі ана көкіректік. Ойбай, мен балам өліп қалып, дұшпаныма таба болмайын ба? Потому что дұшпанды жинайды өзіне көкірегімен. Дұшпанды жинап алады да, сосын келіп ойбай деп ойбайлап қорқып отырады, қыздар. Сондықтан ешкімнен де артық емеспіз, ешкімнен де кем емеспіз, қыздар. Басыңа түссе баспақсың. Қандай жағдай басыңа түссе де көтересің. Куда ты денешься? Көтермейтін дейсің кімсің? Ал сондықтан аурымызды таза ұстайық. Сондықтан ешкімді алаламайық, ешкімді қараламайық, ешкімге лишний тілімізді тықпайық, ешкімге. Сонда аурымыз таза жүреді де, баламыз да аман есен, балдарымыздың да бағы жанат, олардың да байлығы бақыты келеді, когда ты өзің таза чиста болсаң. Ал енді өзің сен деп анаумен өсек айтып, мынаумен өсек айтып, ананы жамандап, ешқандай оқымай, надан, жаңағы Аллаға жақындамай, тек жаңағы енді өсек айтудың өзі Аллаға жақындамаулық. Ал Алладан қорыққан адам, Алланы сыйлаған адам өсектеуге де қорқады. Өйткені ол Алланың адамы. Алланың адамын сен Алладан қорықпай өсектеп атсың. Сосын аураңды ластайсың. Саған келейін деп тұрған бақыт, байлық, денсаулық, махаббат, қуаныш бәрін каналын конкретно жабасың. Сондықтан ешкімді алаламайық, ешкімді жамандамайық, мысалы сен былай деп ойлап қал, біреу жамандайын деп жатқанда. Аят маған сол польза бере ме, маған қандай пайдасы бар? Мен ол кісіні қазір өсектеймін екен. Біріншіден өзім кармымды ластаймын, екіншіден мені біреу өсектесе мен өзім қандай болам деп өзің солай ойланып қал. Сосын өсектеудің түбі не екенін түсіндірейін. Өсектеудің түбі ана кісі тазарат, ана кісінің, ана адамның несінің хамутының бәрін өзің киесің. Ана айтады ғой, күнәні көтеріп дейді. Ана кісінің бүкіл өмір бақи жинаған күнәсінің бәрін сен өзіңе бүйтіп киіп аласың. Аятына мынады. Сондықтан ешкімді өсектеме, аузыңа сақ бол. Аузың немен заниматься етейін деп жатырған түсін. Мына аузың мен миыңды қос, екеуі қосылып тұрма, қосылмай тұрма.
Ал мимен қосылғанда ол айтады, миың айтады саған: Рая, успокойся, айтпа, құрсын, саған сол не әкелмейді, саған пайда әкелмейді, успокойся. Қайда баратын білейін деп отырсың ба сен? Біліп жатсың ба? Сонда сен өзіңнің кармаңды келейін деп тұрған бақытыңның, байлығының жолын жабайын деп тұрсың. Сосын балдарыңның, айтады ғой, ананың бақытты, балдардың бақытты болуы ананың аяғының табанының астында. Сен солай ананы мынаны өсектеп, ананың мынаның күнәсін көтеру арқылы балдарыңның жолын жабасың. Балдарыңды бақытсыз қыласың, балдарыңды айырып тынасың. Осылай осы өсек айтуыңмен келініңді де өсектейсің. Осылай өзіңе етіңе сіңіп кетеді. Әдетке айналып кетеді өсек айту. Содан кейін сен қазір өзіңді өзің тежеп, өзіңді өзің дамытып, өзіңді өзің оқып, тоқып, өзіңді дамытып, ешкімнің несін, күнәсін көтермей, тап-таза болып жүрсең, балдарың автоматически тап-таза болып бақытты болады, қыздар. Сондықтан ешкімді алалама, ешкімді қаралама, ешкімді өсектеме. Біреу сені өсектеп атса қуан, оны барып оправдываться етпе. Барып алып разборкаға барма. Қажет емес, қыздар. Барып алып, наоборот, қуан. Біреу сені өсектеп атса қуан. Мен, значит, бақытым, байлығым көбейетін болып тұр ғой деп қуан. Ал әкеліп ортаға тасып жүрген адамға тем более сақ бол. Өйткені қалай ол саған ортаға әкеліп саған қалай передавать етіп атыр, ол рас па өтірік пе еще? Ортаға келіп тұрған адамның сен туралы, өсек айтқан адамның сен туралы айтқаны рас па өтірік пе еще? Ол қосып тұрма, біріншіден. Екіншіден, сол өсекті тасып келіп тұрған адам сенің аузыңнан шыққан бір сөзіңді жетпегенін жетістіріп, екіншіге де айтып баратынын ұмытпа. Сондықтан ортаға тасып өсек айтып жүрген адамның өзі оңбаған. Ол өзінің де кармасын ластап атыр. Өте неге қалып атыр. Кармасын ластап атқан ол кісі де түсінбейді. Ал жақсы, саған, мысалы, біреу бір адам баласы болып, саған бір ішіндегісін айтты, біреу саған жамандады. Мысалы, біреу үш подруга болып жүрміз, мысалы, мен, анау, мынау үш подруга болып жүрміз, например, да? Сосын бір подругасын жамандап атыр, мысал үшін. Сондайда сен басу айта ғой. Қой, сен дұрыс түсінбеген боларсың. Ондай ниетпен айтпаған болар. Даладыны енді. Енді нағыз нетсе бір Аллаға тапсыршайш, нағыласын соны өрбітіп. Енді білмегендіктен, надандықтан, ол оқымағандықтан, надандықтан айтып тұрған болар. Ол өзінің кармасын өзінің ластап атқанын білмей тұрған болар. Ладно, наоборот, деп сол анандай нені өрбітпей, жаңа өсекті өрбітпей, өзіңнің ақылыңмен, санаңмен басып тастауға тырыс. Сонда ана кісі саған ашынып айтып тұрғанда, ол кісі де басыла қалады. Сонда бәрінің жаңағы несін, жаңағы достығында нығайта қоясын. Әрі сауап. Сен одан сайын өрбітіп, нағыл дейді, мә оңбаған екен, сен туралы солай жаман айтып жатыр ма, оңбаған екен, деп, мысалы, ары қарай өрбітсең де, ол да күнә. Одан да сен естіп тұрсың ба, соны басуға тырыс. Қой, ақылмен жеңдіруге. Сен олай деп түсініп тұрмаған боларсың, сен солай түсініп қалған боларсың, оның ойы басқаша олар. Не может быть, ол сен туралы жаман айтуы мүмкін емес. Нағыласын соны. Ладно, енді даже сөйтіп айтқанда да сен оған қуаншайш, ештеңе етпес деп басуға тырысыңдар, қыздар. Әр нәрсені өрбітпей, басып, ақылмен жеңдіріп, айналаларыңды жаңағы ақылмен жеңдіріп отыруға тырысыңдар. Сонда керемет дүниелер болады, әрі сауап, қыздар. Сондықтан мен айттым ғой, бір нәрсені айтқанда көбірек айтамын деп. Бір неге тоқтайым да, сәлематсыз ба? Ренжітті қалай кетірсем болады, қатты ренжітсе подругам. Ренжітіп, сен ренжімеуің керек. Если Алланың тіке жолында жүрген болсаң, ештеңе ренжімеуің керек. Ренжуіңнің өзі көкірек, көкіректік. Сен ренжитіндей кімсің? Кто ты такая? Прими, как есть. Даже сондай болса да, прими. Ренжіттім деп тұрғанның өзі көкірек, қыздар. Сондықтан ешкімге ренжімеуге тырыс. Доброе утро, Рая Пашка, дейді, жаным Мадина, спасибо, эфирді сақтаңызшы, пожалуйста, дейді. Тағы бірдеңені былықтырып алмасам, енді стараться етем. Так, мені ақша сұрайды деп қашқақтайды. Талай алдарына бардым, көмек сұрап, жолдасыма ем керек деп, ақша сұрадым, жоқ деп.
пәтер, машина алып жатыр ғой. Қызым ренжуің дұрыс емес. Видишь, Наржан, бүйтіп тұрсын, мені ақша сұрайды деп қашқақтайды, правильно. Талай алдарына бардым дейді. Енді сен бір емес, екі емес, талай алдарына барып тұрсын. Бір емес, екі емес алдың олардан. Енді жарар, енді кішкене сенде де ұятың болу керек қой. Дұрыс қой, енді олардың да ренжуі. Көмек сұрап жолдасыма ем керек деп ақша сұрадым деп тұрсын да, жоқ деп. Пәтер алса, машина алса, это ихне олардың несі, ты не имеешь права олай рассуждать, қызым. Пәтер алса, ақша алса, олардың өздерінің еңбегі алсын. Ол не, сенің күйеуің обязательно беру керек пе? Значит, ол сенің күйеуіңде өзінің миы бар, ақылы бар адам ғой. Неге ол ауру болады? Спортпен заниматься етсін, өзін өзі шыңдасын, өзін өзі нетсін, бір берді, екі берден айтып отырсың ғой, мен талай алдарына бардым деп отырсың, тем более. Талай алдарына барып, талай алған болып тұрсың ғой. Содан кейін сколько можно деп тұр ғой. Олардың да өздерінің өмірі бар емес пе? Балдары бар, өмірі бар. Мысалы, сен ала бересің, ты не права? Айтып отса, сенікі дұрыс емес. Енді бірі береді адам, екі береді, үшіншіде шаршап кетеді ғой. Енді дальше вы же сами должны. Енді Алладан сұра, Алладан тіле, Алладан сұра. Алла тағала күйеуімнің жаз жібере көр, Алла тағалам. Күйеуіме бір шипаңды бере көр деп Алладан сұра. Не оқы, жаңа не дейтін еді, дұға оқы, Алладан тіле, Алладан сұра, көз алдыңа визуализируй, что күйеуің аман есен жазылып кетті деп. Они при чем? Қатырасың, қызым, Шынаржан, сенікі дұрыс емес қой. Сол үшін екен ғой сен. Анадан да, мынадан да сөз естіп жүрген. Дұрыс олардікі онда. Енді бір алдың, екі алдың, сколько можно уже? Енді олардың да өзінің балдары бар, өзінің машина алып жатыр, пәтер алып жатыр дейсің. Ты какой имеешь право сөйтіп айтуға? Біреудің карманын санауға сен какой имеешь право, қызым? Так же нельзя. Олар өздері білет не алса да, өздерінің еңбегі. Пәтер алсын керек, значит пәтер керек, баласы бар, бала шағасы бар, дұрыс, правильно, пәтерін алсын, я болмаса машинасын алсын, правильно. А не сен үшін. Алла тағала бәрімізге де нәсібемізбен жаратты, қызым. Сенің де нәсібеңмен жаратты, күйеуіңде нәсібесі бар, балдарыңда да нәсібесі бар, өзіңде нәсібең бар. Работай над собой. Өзіңмен жұмыс жаса, Алладан тіле, Алладан сұра, аурың таза ұста. Сол уақытта өз-өзінен игертпейтін байлығың келеді. Көбірек оқы, қалай баю керек, қалай өзіңді өзің шыңдауың керек. Анандай не болмау керек, сосын қызғаншақ болмау керек. Анау алып қойды, пәтер алып қойды, мынау машина алып қойды деп қызғанбауың керек. Сен де ал, сен де алады, саған да береді Алла тағала. Аспаннан салбыратып ешкім ақша құйылып атқан жоқ қой, олардың еңбегі ғой. Сондықтан правильно олардікі. Мен болсам да бір берем, екі берем, шаршап кетем ғой. Сколько можно уже? Сізге қалай жолығуға болады? 8-778-778 97-60. Қыздар, 8-778 екі рет. 778-97-60. WhatsApp-ма хабарласуға, дайрегіме шығыңдар. Менің прием 5000 қыздар, запись деп айттым ғой. Алыстағы қыздар болса да, менімен сөйлесуге болады қыздар. Каспи Голдқа 5000 ақша салып жіберіп, видеозвонокпен кешке қарай прямо от души сөйлесе аламыз, қыздар. Солай жан-жақтан, мен кеше Америкадағы бір қызыммен сөйлестім. Екеуміз көп әңгіме айттық. Америкада тұратын қызыммен сөйлестім. Сондықтан сөйлесіңдер. Ал мен ол айтып отырғаным, если ақшаларын төлеп жіберсіңдер, мен уже мойнымда қарыз деп уже переживать етіп жүрем. Оны жазып қоям. Ал мен осы кісімен қазір уже ақшасын алып қойдым. Енді мен уақытымды осыған қалдыруым керек деп мен жазып қоям. Сондықтан солай алыстағы қыздарым сіздерге айтып атқаным, солай да мен прием қабылдаймын. Керемет жансыз, рахмет жаным. Керемет жансыз деп атсыңдар, рахмет. Бұрын сөйлескен адаммен араласқым келмей қалды дейді. Олардың ортасы қызық болмай қалды. Оказывается, өсек екен айтатынымыз дейді. Молодец, сен у жақпен қараны айырып атсың. Правильно, жаймендеп кете бер. Жаймендеп шыға бер, дұрыс. Енді оғанда ренжуге болмайды. Баяғыда енді оны біз өсек деп ойламайтын едік. Бәріміздің де ортамызда болды. Спокойно өсек айтатын кезіміз болды, қыздар. Бәрімізді аспаннан салбырап түскен жоқпыз. Сондықтан өсек айтатын кругыңнан жаймендеп кете бер.
алай де былай де өзіңе спортқа бар, сонда спорттан керемет развитый адамдар табасын. Йогаға бар, сонда керемет развитый өзің сияқты ізденіп жүрген адамдар табасын. Спорт не дегендер күшті ғой, керемет нәрселер, олар уже алға тартып, алға жүгіріп, алға тартып атқан. Олардың аурасы да күшті бар. Сосын мына кітапханаға бар, кітапханада оқып жүретін адамдар бар, өзің сияқты адамдар ізденіп оқып жүрген. Болмаса неге бар? Кітап сататын жерлерде отырып оқы, сол уақыттарда өзің сияқты единомышленники табылады. Сондай достарды солай табасын, қызым. Дұрыс. Өсек айтатын Лауражан дұрыс айтып жатсың. Жүкті кезде қалай сабырлы болуға болады? Жүкті кезде өзің айтасың, Алла тағала, өзіңе өзің ей Алла, шүкіршілік жасайсың, ей Алла тағала, көп қанша адам ана бола алмай жүр. Маған аналықты беріп отыр Алла тағалам. Ей Алла, 12 мүшесін түгел қылып, сәби қылып бере гөр иншалла. Арманым осындай беремінс болып еді. Арманым аяғама ауыр болып қаладым, ана болуды қаладым. Енді Алла тағала оны да беріп тұрсын. Енді Алла тағала сабырлығыңды бере гөр. Алладан сұраңдар тек, қыздар, керек жарақтарыңды. Аман есен осы неге көмектесе гөр Алла тағалам. Осы периодты аман есен алып шығуға, сабырлы етіп алып шығуға Алла тағала көмектесе көр деп Алладан тіле, Алладан сұра. Сонда Алла күш береді сендерге. Сосын ойыңа ой салады, санаңа сана құйылады. Сосын жаңа шүкіршілік көбірек айт. Ей Алла, шүкір екенмін ғой. Қанша адам түрмеде отыр, мен свободадамын. Ей Алла, шүкір екенмін ғой Алла тағала. Бұл менің күш қуатыма қарап беріп тұр. Бала сәбиді де 9 ай менде күш қуат бар. Сол 9 ай бойы мен аман есен көтерем. Ертең аман есен деп бір-бірімізден не сұрап, сүйінші сұрап, менде көзім жарқ ететін кездер болады. Аман есен, Алла, аман есен босанып деп қолыма алып менде шығып атам. Қолымда гүл, күйеуім алып шығып атады. Жақын жұқтарым бәрі мен көз алдыңа елестет, керемет, бәріміз бір-бірімізден улап-шулап не сұрап атыр, жаңағы сүйінші сұрап атқан кезіңді, өзің бүйтіп гүл ұстап, аман есен шықтым деп рахаттанып тұрған кезіңді өзің елестет. Сондықтан сондай өзіңе солай аман есен, Алла қасымда, Алла жүрегімде деп ойла. Жан жағымда періштелерім тұр, бақыт періштесі тұр, байлық періштесі тұр, денсаулық періштесі тұр, махаббат, қуаныш періштесі жан жағымды қоршап тұр, тылсым күш тұр қасымда. Сол тылсым күшім маған күндегісін күнде көмек береді. Күндегісін күнде ойыма ой, санама сана құйылып тұрады. Сондықтан бәріміз де солай ойлауымыз керек, қыздар. Қасымызда тылсым күш бар, бізге көрінбейді, бірақ тылсым күш бар, қыздар. Не ойласаңдар, соны как магнит жабыстырып тұрасыңдар. Подобно к подобному. Тек қана жақсылық ойлаңдар. Жаманды ойлап баратсаңдар, күйеуің туралы жаманды ойласаңдар. Мысалы, ойбай, менің күйеуім бәленшенің күйеуі ұқсап гулять етіп кетпей ме, менің күйеуім бүйтіп кетпей ме, игроман болып кетпей ме, там наркоман болып кетпей ме, арақ ішіп кетпей ме деп қорқып. Адам баласымыз ғой енді. Сөйтіп қорқып кетіп атсаң, резко өзіңді алып кел. Нет, еще раз нет. Мой муж, атын айтасын, в полной безопасности. Жоқ, Алла тағала менің күйеуімді жамандыққа жібермейді. Алла тағала менің күйеуімді бәрі жақсы болады. Біздің семьяда бәрі жақсы болады. Енді ана жаңағы жұрттың басына түсіп атқан жағдай, значит, бір өз-өздерін жамандықпен ұстаған болар. Ауырларын қаза емес, ауырларын жаман ұстаған болар. Сондықтан оларға сондай болып атыр. А менде ондай болмайды деп, өзіңді қадағала. Өзіңнің ауырыңды таза ұста. Өзіңнің ондай менде болмайды, болуға тиісті емес. Өйткені мен өзім ауырымды таза ұстап жүрмін деп резко кетіп баратқан